Так, 1-2 дауыс естіліп тұр. За сегодня біз әлі сделка ашпадық. Қарайтын болсаңдар бізде жоқ, міне. Профильден де көрсете аламын торговый бізде. За сегодня бізде 0 сделка ашылған. Көріп тұрғандарында сделки 0, прибыльный сделка 0 и прибыль 0. Так, зато кеше бізде 13 сделка ашылып, 69% винрейт жасау арқылы $7,720 таза пайда таптық. Ал бұл бізде теңгемен 3,620,000 деңгеймен теңгедей. 630,000 теңгедей өздерің көріп тұрғандай. $7,720 сонда біз кешегі трейдингімізден тапқан екенбіз таза пайданы. Және бізде кеше ескере кететін жайт ақша шығарғанбыз, короче. Қараңдар, $1,350 шығарғанбыз. Дата бізде 7-сіне, бүгін 8 ғой бізде, 8. И сағат 10-нан 55 кеткен кезде, енді ол Россияның уақытымен, походу, біздің уақыт емес. Или біздің уақыт па? Не имеет особо значения, короче. Так, ал енді кірісетін боламыз. $2,000 тұр, 3 секундтық уақыт. Так. И 15 секундтық таймфрейм. Аудио USD валютная парасы. Фокус свечада тұр. Бізде пока ББТ лонговый секілді. Хопа, төмен сделка ашып берем и прибылімді аламын. Так, бізде 3 секунд қалған кезінде просто бізде бағанырақтан өтіп жабылады деп ойлап, арада қарай, неқа қарай өсеміз деп, жаңа свеча ол түптің-түпінде ашылғаннан кейін төменге қарай манипуляция жасайды деген оймен сделкамды жоғары қарай аштым. 3 секунд қалған кезде ровно таймерден аяқтағы біздің көрсеткіште и өзім прибылімді алып кеттім. Ал на самом деле не болды бізде? Бізде енді өсіп тұрып жабылудың орнына баға просто түсіп тұрып жабылып, соңғы секундта, короче, шартовый ББТ создавать етіп кетті. Енді ол в целом к лучшему маған. Так, менде қандай сделка ашылды? Төмен сделка ашылды, то есть лонговый емес. Вот. Келесі біздің ББТ лонговый болған өзінде ескере кету керек. Келесі ББТ лонговый болған өзінде бізде в целом нарықта бәрібір төменге қарай баға кететін еді жаңа свеча ашылған кезде, потому что жоғары қарай кету үшін бірінші төменге қарай кетіп қозғалыс жасап, сол қозғалысты көрсетеді баға, короче. Вот. Соның арқасында енді қазір біз $2,000 сделка аштық и $1,840 таза пайда таптық. Яқтағы целге қарай қазір барады. Қазір манипуляция жасап төменге қарай өтірік түсіп жатыр и барды. Көріп тұрғандарында көз алдарында. Осындай кезде ашып қалу керек жоғары қарай деп мен сезіп жібердім да. Ничего страшного. Так, шартовый ББТ, да? Делемен өтіп жабылып тұрған көріп тұрсыңдар. 3 секунд қалған кезде жоғары сделка ашамын. Получается. Пидарас. Сет ұстамай қалды ғой, бля. Упустил свой шанс. Так, лонговый ББТ бізде. 3 секунд қалғанда төмен сделка ашамын. 3, қара. Ашасың и плюсыңды аласың, болды. Ай, блин, үлгермедік, көрдің ғой? Жаңа шыққан свеча бізде ББТ лонговый болса, әдейі төменге қарай түседі. Бізге әшейін 1 секунд жетпей қалды. Возможно, тағы интернетім қатып қалды. Мен соңғы күнәлаудан шаршамаймын, нахуй, бля. Интернет қатып жатыр, короче. Зависать етіп жатыр, короче. Ол кәдімгідей қысқа уақыттарда, мынау кәдімгі саған маңызды кезде сделка ашатын, кіретін, сенің мұрныңды шыққан саусағың, мышканың оң батырмасын басқанша, бүйтіп ше, кәдімгідей миллисекундтар өтеді. Әрі миллисекунд мен үшін маңызды. Хорошо, енді минус алуын алдың енді. Хорошо. Келесі ситуацияны күтейік. Бәрі бірақ мен грам жоқ бұл жерде, нахуй. Интернет қайтпаймын мен бәрі. Кеттік. Так, ББТ бізде лонговый болып тұр. 3 секунд қалғанда төмен сделка ашамын. Получается, и прибылімді ала алмай қалады екенмін. Блин, қиын. Зато маған кристалл берді. Так, лонговый ББТ бізде 3 секунд қалғанда төмен сделка ашасың и прибылімді аласың. Сука, қарасы жетпей қалып жатыр ғой уақыт. Еп, тігідік. Западло просто. Кешіріңдер. Просто уже 3 минут сағаннан кейін сәл бір сделка ашқаннан қарағанда 2 сделкадан бастайын деп шештім да. Бағанағыдай ситуация, короче. Даже если бізде денемен өтіп жабылсақ та, лонговый болып, бізде по-любому келесі свеча төменге қарай кетеді. Так что біз өзіміздің направлениеге, то есть қарама-қарсы бағытқа қарай сделкамызды ашу арқылы плюске жаптық. Мына жерде енді баға просто разворот істеп кетейін деп шешті. Модель беріп бізде ББТ бойынша и по-любому біз өзіміздің плюсімізді алып кеттік.
Так, 2 плюс, екеуін жапты. 2 плюс, 3 плюс, мен 2 плюс болды, тағы бір 2 плюс болса вообще зор болады. 3 қара, 3 болған кезде сразу 2 рет кіресің да, и проблемді алып кетесің, короче. Бля, почему так? Не апындай болдың сен, балам. Хорошо. Екеу. Болып тұрады енді ондай. Да, моменттер, конечно. Өзің қалағандай әрекет жасамағаннан кейін көңіл толмайды да. Сылтау іздей бастайсың да. Бірақ енді бұл жерде кәдімгідей обстоятельстволар да өзінің рөлін ойнады ше. Интернетте қатып жатқанның бір септігі тиді, короче. Так что ничего. Главное нәтиже көрсету ғой. Нәтижені уайымдамаңдар, көрсетіп беремін ғой. Ол жағынан маған сомнение жасамай ақ қойсыңдар болады. И все. 18. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 плюс сделка бар бізде. Получается 1, 2, 3, 4, 5 сделка бар. Минус бізде. Қайсысы көп? Конечно, плюс сделкамыз көп. Біз 15 мыңмен примерно бастадық, егер қателеспесем. Болды. Біреулеп аша берсем болады енді осы жол бар ғой. Потому что не ғой, андай ғой, типа әңгіменің төркінші. Екеулеп ашу үшін, то есть екеулеп ашқан себебім енді, конечно, жаңағы минустарды жабу болды. И өзімнің счетымды баснословная суммаға дейін жеткізу, то есть арнайы бір суммаға дейін жеткізіп, көңілімнің толғанын қалап, мен екеулеп аштым да. Енді қазір уже минустан шығып алғаннан кейін екеулеп ашудың ешқандай смыслы жоқ. Вот и поэтому, короче, просто біреулеп аштым да сделканы. Вот. Прям четко. Да, видите? Төменге қарай. Ага. Да, это была ошибкой. Бірдеңені сезбеймін да, Хорошо. Ну, енді бұл идеально. Да, чисто. В общем, былай ғой, расклад бізде көп сделка кәдімгідей действительно жақсы сделкалар ашылды в целом. Но бірақ мен знаю одно, что я в плюсе и заработал столько, сколько я хотел, короче. Біздің счетымызда қазір $21,600 бар. Кәдімгідей жақсы көтердік депозитті. Да, арасында, ну енді көп ситуациялар, кәдімгідей минустар да болды, но самое главное результат қой. Көріп тұрғандарымдай стратегия жасайды. Егер жасамағанда мен былай отпайтын едім да, қайтып өзімнің ақшаларымды қайтармайтын едім. И ну, плюстарды жасамайтын едім по факту. Сондықтан енді қазір нені көрейік, статистиканы бізде. Егер де обновление болса, конечно же, торговый профильге кіреміз. 14 сделкадан бізде $2,270 прибыль тұр дейді. Но я этому, если честно, мало верю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сделка, төртеуі ар жаққа қарай архивке кетіп қалған болса. Так, бізде счетты соңғы нені көрейікші. Қашан бастадық? Қазір. Кешегі біздің статистиканы, соңғы видеоны көрейік. 15,200 мен бастаған екенбіз. Так, $15,200 мен бастасақ, осы видеоны қазір бізде 21,600 бар. Калькулятор. Да, менде адаммын ғой, 21,600 минус $15,200 мен бастағанбыз, $6,400 прибыль болып тұр бізде. А не 2001 бағана көрсеткенде. Хорошо, қазір статистика бізде обновление болған шығар, возможно. Так, даусым шығып тұр ма? Ага. Кеттік көрейік. 6,000-нан көп, 6,000-нан аса бізде прибыль болған негізі. 14 сделка емес, 14-тен көп сделка ашылдау. Егер де қателеспесем, конечно же. $2,720 табуы мүмкін емес негізі менің бар ғой. Ну, хорошо.
Бірақ мен соңғы видеода көруім бойынша жалпы $15,200 деп тұр. Значит, біз $15,200 реально бастағанбыз. Жалпы сол стратегиямды күнделікті қолдану үстіндемін, және де сендерге де көрсету үстіндемін. Бұның жұмыс жасайтын, және де табыс алып келіп жатқанын былайша айтқан кезде көріп тұрғандарындай барлығы в реальном времени болып жатқан нәрсе. Да? Хорошо. Пока статистика обновление болмайтын сияқты, или, возможно, реально мен ошибаюсь. Реально 14 сделка ашып, $2720 тауып тұрмын, бірақ я в этом сомневаюсь. Потом выясним, короче, пока это не особо важно. Қазір енді біз өзіміз маған жалпы ұнайтын нәрсені жасайтын боламыз. Ол, конечно же, еңбегіміздің жемісін көру, ол ақша шығару. Так, бізде $21,600 бар. Былай жасайық. Енді миды кішкене қосу керек. $21,600, иә? Өте керемет. Так, $17,600 ровно шығарайық. $17,600. Адресті қоямыз, продолжить. И біздің счетымызда ровно $4,000 қалады. 2 сделка. То есть 2 попытка бар менде $2,000 өсуге. Ну, конечно же, сумма сделканы азайтсам болады, но по идее посмотрим, короче. $17,600 бізде в целом теңгеме қанша болады деп сұрайтын болсаңдар, бұл бізде өте керемет сумма. $8,277,000 теңге таза пайда екен. Қазір біз өзіміздің тапқан табысымыздың депозитімізден шығарып алдық. Және оның ішіне біздің кешегі тапқан, оның алдыңғы күні тапқан табыстар да кіреді, короче. Ал байқасаңдар, мысалға мен стабильно, короче, күнделікті торговляға кіріп жүрмін, короче. Мысалы, соңғы 7 күнге қарайтын болсаңдар, бізде кәдімгідей $37,000 тауып тастағанбыз. Бұндай сомманы мен негізі бір айда табатын едім. Даже бір айдың өзінде бұндай сомманы табу қиын еді. Мысалы, қарайтын болсақ, настраиваемый диапазон қояйық, да? Допустим. И мартты қояйық. Марттың 1-нен 31-не шейін, мысалы, қанша таба алдық біз. Көрейікші осыны. Марттың 1-нен 31-не шейін. Просто рандомный ай. Мен сендерге қазір тағы көрсететін боламын. Сонда қарасаңдар, мен кәдімгідей продвинулся. Почему? Потому что менің бір аптадағы, яғни соңғы 7 күндегі табысым алдыңғы тауып жүрген бір айдағы табыстан да көп. И қарасаңдар мына. Так, марттың 1-нен марттың 31-не дейін. Ой, ска. Все. Марттың 1-нен 31-не дейін бізде. Жақсы саққан кездер екен, қарашығында. Нені көрсетейік? Октябрьді көрсетейік, мына 31-не шейін. 1-нен 31-не шейін. Ну, вот, мысалға 23,406, да? Қай кезден қай кезге дейін? Октябрьдің 1-нен 31-не шейін, иә? Вот, допустим, ноябрьдің 1-нен 30-на шейін, допустим. Бұл жерде 41 мың. Ой, өптігідік. Қай жері бар өзі көрейікші? Август 31-не шейін. Августтың 1-нен 31-не шейін. Міне мысалға $7,000 бір айда стабильно, да? Вот. Так. Февраль, допустим, міне. 28-не дейін, да? 11 мың мысалға. Ал енді қазір соңғы мысалы 7 күнде бізде 108 мың оборотпен $37,544 таза пайда табыс. Өте негізі керемет результат. Енді істеп жүрген мен білем ғой, что мен бұндай ақшаны бір айда да әрең табатын едім. Бірақ қазір бір аптаның көлемінде таба алдым. Көрдіңдер ғой, как я продвинулась, да? Используя свою стратегию, да? И байқап та жүрген шығарсыңдар өздерің ойынша. Мен бұл көрсеткішпен әрине тоқтап қалмаймын, арада қарай өсе берудің әрекетін жасаймын. И өзімнің заветный, короче, 500 мың, то есть $500,000, короче, общий прибыльге жетем өзім наконец-то мысалға. Вот. За все время менде әлі $500,000 дейін жеткен жоқ табыс. Көрдіңдер ғой? Даже мен өзім бейшарамын, ше. Так что не надо короче, идеализировать меня, потому что мен де адаммын. Мен де осыған жету үшін еңбек еттім, оқыдым, білім алдым. Әлі күнге дейін оқып жүрмін мен. Әлі күнге дейін бар ғой. Қолымнан мен қалам түспейді кәдімгідей бар ғой, мойындайыншы. Вот главное, короче, скромно болу керек қой. Енді бірақ шайып кететін кездер болады мендері. Ну, пендеміз ғой енді. Все, бүгінгі сауда өзінің аяғына жетті. Торговый профильге кірейік.
бәсе міне 16 сделкадан бізде $6400 таза пайда. Өте керемет. Осы ғой менің көргім келгені. 16 сделка ашылды, 14 емес, 14 сделка емес, 16 сделка, и бізде 63% win rate, и $32,000 прибыль, и $6400 таза пайда. Все. Баршаларыңа рахмет. Бүгінгі видео өзінің аяғына жетті. Сау болыңдар.